Бір күні аптап ыстықта шаң басқан қала көшелерінің бірімен әкесі мен баласы есегін ертіп кетіп бара жатты. Әкесі есекке мініп алған, ал ұлы есекті жетелеп келеді. «Бейшара бала-ай», деді жолай өтіп бара жатқан бір адам. Кішкентай аяқтары есекке әрең ілесіп келеді. «Сен қалайша жалқауланып есекке мініп аласың, ал балаң шаршап, шалдығып келеді». Бұл сөз әкесінің жүрегіне қатты тиді. Бұрылысқа келгенде ол есектен түсіп ұлына отыруды бұйырды. Біраз жүрген соң басқа адамды жолықтырды. Ол қатты дауыспен: «Ұят емес пе? Баласы есекке мініп алған, сұлтанша керіліп отыр, ал байғұс қарт әкесі артынан жаяу келе жатыр», деді. Баланы бұл сөз қатты ренжітті. Сонда ол әкесіне: «Әке, сен де есекке отыр», деп өтінді. Сол кезде бір әйел оларды көріп айқайлап жіберді: «Адамдар-ау, мынандайды көріп пе едіңдер? Бейшара хайуанды әбден қинап жатыр. Есектің белі майысып кеткен, ал екі жалқау, үлкені де кішісі де үстіне мініп алған». Әкесі мен баласы ештеңе деместен ұялып есектен түсті. Бірақ олар бірнеше қадам жасаған соң жолыққан тағы бір адам күліп былай деді: «Есегің ешқандай пайда келтірмей ме? Неге мініп алмайсыңдар?» Сонда әкесі есекке уыстап сабан беріп, ұлының иығына қолын қойып былай деді: «Біз не істесек те әрқашан қарсы пікір айтатын біреу табылады. Сондықтан қалай жүріп тұруымызды өзіміз шешкеніміз дұрыс», деген екен. Біраз жүрген соң басқа адамды жолықтырды. Ол қатты дауыспен: «Ұят емес пе? Баласы есекке мініп алған, сұлтанша керіліп отыр, ал байғұс қарт әкесі артынан жаяу келе жатыр», деді. Баланы бұл сөз қатты ренжітті. Сонда ол әкесіне: «Әке, сен де есекке отыр», деп өтінді. Сол кезде бір әйел оларды көріп айқайлап жіберді: «Адамдар-ау, мынандайды көріп пе едіңдер? Бейшара хайуанды әбден қинап жатыр. Есектің белі майысып кеткен, ал екі жалқау, үлкені де кішісі де үстіне мініп алған». Әкесі мен баласы ештеңе деместен ұялып есектен түсті. Бірақ олар бірнеше қадам жасаған соң жолыққан тағы бір адам күліп былай деді: «Есегің ешқандай пайда келтірмей ме? Неге мініп алмайсыңдар?» Сонда әкесі есекке уыстап сабан беріп, ұлының иығына қолын қойып былай деді: «Біз не істесек те әрқашан қарсы пікір айтатын біреу табылады. Сондықтан қалай жүріп тұруымызды өзіміз шешкеніміз дұрыс», деген екен.